Ертешке бам, ертең кетіп отырасың. Дөңгелек стол жасап отырмын. Мен былай жүрмей айналдырып, қолмен бір ақа. Сонымен қысасың, қыс қаттырақ тұра. Столдың үстін алып кет. Дөңгелек? Бұл дөңгелек себебі стол жасап отырған үстеліміз отбасылық үстел. Осы үстелде отырып, дөңгелек үстелде отырып, отбасылық мәміле болады. Бірге ас ішеміз, бірге шай ішеміз осы столдың үстінде отырып. Жарайсың. Смешиттің қалғандары қайда? Қалғандары? Иә. Қалғандар қазір мама деген, оның үстіне деген дастархан төсейді. Осының үстіне тамақ жайып, тамақ ішеміз, ішеміз отырып. Айналып отырып, бәріміз бір-бірімізге жақын отырамыз. Дөңгелек үстелде отырып, бірге тамақ ішкен бауырлар. Бауырма тоққа. Қаладым. Бір жерде жақсырақ бір жерде шоғырлануға, бауырлардың көрінбеуге. Үлесі бар. Сізге көрпе тігіп жатырмын, құрақ көрпе. Сендер не істеп жатсыңдар? Стол жасап қалды. Дөңгелек үстел жасап болдыңдар ма? Мен қазір сендерге деген көрпені аяқтап болайын, сосын отырып күштеп бауырсақпен шай ішеміз, иә ма? Айранмен, иә бар. Ойнап кел, иә? Балам, дөңгелек үстел жасапсыңдар, әкең екеуің. Енді отбасымызбен отырып, ақтан дәм татайық осы дастарханның басында. Бұл сендердің екеуінің бірге жасаған еңбектерінің белгісі, өте керемет. Иә, балам, бұл үстелдің жаңа екеуміз жасадық. Ең бастысы бұл үстелдің бірігіп әке мен бала болып жасағанымыз. Осылай отбасымызбен отырып осы үстелдің басында аман-есен отырғанымызға шүкір. Бұл дөңгелек столдың үлкен мағынасы бар, балам. Бұл дөңгелек стол ұннан қалған ғұрыппен, сақтан қалған салт-дәстүрмен содан бері қазақ халқына жалғасып келе жатқан дүние. Бұл үстел мұрагер болып есептеледі қазақ халқына. Бұл дөңгелек столдың айналасында отырған адамның барлығының құқы бірдей болады. Бұның төрі болмайды дөңгелек столдың. Бұл дөңгелек стол өзінің мағынасы айтқандай бір ұйымшылдыққа, бір жерге жиналуға, белгілі бір шешімдерді қабылдауға үлкен үлесін қосқан қазақи жәдігер, балам бұл. Бұл дөңгелек столдың қадір қасиеті осы. Біз де солар сияқты дөңгелек столдың қадір қасиетін ұмытпай, отбасымызбен, бауырларыңмен бірге отырып, осы үстелдің басында мақұлдасамыз. Бір ыдыстан ас ішеміз. Бір-бірімізге бауырмалдықпен, жанашырлықпен үлкен отбасы болып, үлкен мемлекет болуымызға үлкен себепкер болады, балам.